Бүгін сіздерге квиз жасауға арналған жасанды интеллект сервисі Quizai деген сервисті таныстыратын боламын. Ол үшін осылай жазып quizai.com деген сайтқа өтеміз. Quizai жалпы қолданушыларға мәтін және мына жерге файлды бекітуге болады. Сонымен қатар мына жерге URL сілтемелермен, сонымен қатар YouTube видеолары секілді әртүрлі контентке негізделген викториналарды тез құруға көмектеседі. Және бұл жерде бір ерекшелігі ешқандай регистрация жұмыстарын жүргізбейсіз. Және ең бірінші осы сайтқа кірген кезде жоғарыда түрлі түстер түрі, яғни осы жердегі квиздің негізгі түсін анықтап аласыз. Көк түске, жасыл түске қоюға болады деген секілді. Одан кейін осы жерге сіз өз сұранысыңызды жазасыз. Ең бірінші ағылшын тіліндегі сайт, қазақ тіліне аударып аламыз. Міне викторинаңызды сипаттаңыз деп тұр. Мысалы мына жерге жалпы білім викторинасын жазаңыз, 10 сұрақ 4 жауаптан тұратын деген сияқты. Сол үшін мына жерге біз өзіміздің қазір сұранысымызды енгізейік. Мына жерге біз қазақ тіліне өзіміздің сұранысымызды енгіздік. Кеңейтілген және виртуалды шынайылық тақырыбына 10 сұрақ 4 жауаптан тұрсын деп жаздым. Және осы жердегі жасау батырмасын басамын. Викторинамыз біздің 42 секундта дайын болды. Викторинаны бастау деген бар және бөлме жасау деген бар. Викторинаны бастау дейік. Осыдан кейін бізге мына жерде бөлме жасау дегенді қосымша қоссақ болады. Яғни ол дегеніміз мына жерде біздің сұрағымызға қанша уақыт қойсақ болады. Мына жерде оқушылар жоғарыда quizai.com join дегенге кіреді. Мына жерде кодты енгізсе болады, немесе осы QR код арқылы бірден қосыла алады. Сосын балалар телефоннан камералар арқылы QR кодқа кіреді. Қазір менің өзімнің телефонымнан QR кодқа кіріп жатырмын. Содан кейін QR кодта join to lobby деген шығады. Соны басады балалар. Сосын міне төменгі жақта қарайтын болсаңыз Clever Fox деген адам қосылды. Оны мен телефонымда change name дегенмен, мысалы Санду деп өзім жөндеп алам. Сосын save дегенді басамын. Содан кейін барып біз start дегенді басамыз. Секундтар жүріп жатыр. Және осы менің телефонымда қазір сұрақтар шығып тұр. Мен мысалы жауап беремін. Және кеңейтілген шындықта қандай технологиялар қолданылады, мысалы да менде шығып жатыр. Мен тез-тез жауап беремін. Кейбірін оқып та үлгеріп жатырған жоқпын. Тез-тез жауап беріп жатырмын. 2 адам бізде ойын ойнады және нәтижесінде Сандуғаш деген оқушы жеңіске жетті деп шығып тұр. Яғни бұл бізде жасанды интеллект арқылы сұрақтарды берілген тақырыптарыңызға сай автомат түрде құрастырады. Және бірден Kahoot, Quiz сияқты бірден тақтада нәтижесі көрінеді. Осылайша сіз күнделікті оқушыларды сабаққа қызықтыруда, өткен тақырыпты бекітуде, сонымен қатар жаңа тақырыпты бекітуде осы quizai.com жасанды интеллект сервисінің мүмкіндігін қолдансаңыздар болады. Интерфейсі өте жеңіл, қолданып көріңіздер. Кәделеріңізге жарасын.